Саламатсыздар ма әріптестер? 9 сынып қазақ әдебиеті шешендік өнер Майқы бидің шешендік сөздері. Оқу мақсаты 9.1.4.1 көркем шығармалардан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану, шешендік сөздердің мәнін түсіну және өз ойларын дәлелді жеткізу. Сабақ мақсаты: оқушылар көркем шығармалардан, атап айтқанда Майқы бидің шешендік сөздерінен алынған үзінділерді талдай отырып, олардың мәнін түсінеді, шешендік құралдарды анықтайды және шығармашылық жұмыстарда өз ойларын дәлелді жеткізе алады. Сонымен қатар оқушылар тарихи және мәдени контекстті ескере отырып, сөздердің қазіргі өмірге қолданылуын бағалай алады. Оқушыларға жағымды атмосфера орнатып болғаннан кейін, оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында шешендік өнер туралы сұрауға болады. Оқушылардың жауаптарын алып болғаннан кейін, мұғалім шешендік өнер туралы түсінік береді. Шешендік өнер тыңдаушыға әсер ету, дұрыс пікір айту, ой пікірін дәлелді жеткізу және әділ шешім қабылдауға ықпал ететін өнер екендігін айтады. Шешендік сөздердің түрлері. Саяси шешендік сөздер — ол қоғам мен мемлекеттің тұрақтылығы, халықты бірлікке, әділдікке шақыратын сөздер. Билік шешендік сөздер — билік өкілдерінің халық алдында сөйлеуі, заң, тәртіп, әділеттілік мәселелерін түсіндіретін сөздер. Қошамет, білімгерлік шешендік сөздер — халыққа білім беру, моральдық, әдептік құндылықтарды үйрететін уағыз, түсіндіру сөздер екендігін айтады. Мысалы, саяси шешендік сөздерге бірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Билік шешендік сөздерге хан немесе би халыққа заң мен тәртіпті түсіндіру үшін сөйлеген сөздері. Қошамет, білімгерлік шешендік сөздерге дастандар, әңгімелер, өлеңдер, арналар екендігін айтып өтеді. Сабағымызда ары қарай Майқы би кім? Кәнекей, Майқы би туралы ізденіп, жасанды интеллектіні пайдаланып, төменгі посттарды толтырып отырып тастайық деген қызығушылықты арттыру мақсатында осы тапсырманы беруге болады. Оқушылар жасанды интеллектіден Майқы би туралы мәлімет сұрап, осы посттерді толтырып, Майқы бидің кім екендігін жалпы сыныппен анықтап шығамыз. Сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін Майқы би туралы мәлімет береміз. Майқы би Төбеюлы 1105 жылы 1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ халқының төбе биі болған. Тарих деректеріне назар аударсақ, ол бір ғана емес, бүкіл түркі тұқымдас халықтарының бас биі болғанға ұқсайды. Сондықтан да оны түрік тұқымдас елдер, әсіресе татар, башқұрт, қарақалпақ, өзбек халықтары бас биіміз деп санаған. Сондықтан түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би дейтін қанатты сөз атадан балаға таралып, түйінді даналы сөздің де, би біткеннің де көш басшысына атанған. Шыңғыс хан заманында билік құрған осы Майқы би болған. Майқы іштен бір аяғы кем туылып, ақсап жүретін адам болған. Туа біткен 4 мүшесінің бірі кемістігі бар адамға Майып аты берілген. Кейін қатарынан асып, басында бағы, астында тағы бар, яғни Шыңғыс ханның оң тізесін басқан адамды қазақта Майып деуге аузы бармай, бұрын өткен аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермеген, қаусырма жақ қызыл тілге келгенде алдына жан салмаған осы Майыптың 18-ші бабасы Майқының атымен атап, Майқы би деп кеткен. Халық аңызында Майқы би Орманбет би өліп, 10 сан ноғайлы елі білінгенде қазақ ұлысын құрған тарихи қайраткер бейнесінде сипатталады. Майқы би қазақ руларын 300-ге топтастырған. Үйсін бастаған бөлікті ұлы жүз, Қабан ұлы Болат Қожа бастаған бөлікті орта жүз, Қоғам ұлы Алшын бастаған бөлікті кіші жүз деп атаған. Ноғайлы хандарының бірі Қызыл Арыстанның баласы Ахметті кейін Алаша хан болған Ұлытауда 300-дің ханы етіп тағайындаған. Ол ұлысқа кіргенде 40 руға таңба етіп таңба таратқан. Таңбаны әр рудың негізгі ерекшелігіне қарай белгілеп берген. Ұлыста бірінші туды ұстаған үйсінге жалау, ортада жүретін арғынға көз, жауға алдымен шабатын алшынға найза таңбасын берген.
40 рудың таңбасын тасқа қашатқан таңбалы тас майқы таңбасы кейіннен жер аты мен нұра таңбасы атанып кеткен. Майқы бидің баланың болашағын тануы. Майқы би ағаш түбінде отырған баланың тегін бала емес екенін, ел баласы болатындығын бірден болжап білген. Қырымнан келіп Бұхарада хандық құрып тұрған Қызыл Арыстан деген ханнан тұтқында жүрген күң әйел ұл табады. Оның тұла бойы алапес болған екен. Оны көрген перзентсіз бәйбішесі ханға: "Бұл баланың көзін құртпасаң, еліңді өскенде ала тайдай бүлдіреді" дейді. Хан бәйбішесінің күндестікпен айтқан сөзіне иланып, әскерінен 40 жігіт бөледі де: "Мына баланы тапқан шешесімен Сырдариядан өткізіп тастаңдар. Өлсе өлер, өлмесе өзінше күн көрер. Шешесі де, баласы да мұнда қайтып келмейтін болсын. Өздеріңе де бостандық" дейді. Ақыры олар баланы Қаратау өңіріне тастап кетеді. Балаға аң аулап жүріп, Майқы бидің баласы Үйсін кез болады. Бірақ бала оған ермейді. Кімсің деген сұрағына бала жауап бермейді. Үйсін далада көргенін әкесіне айтып келеді. "Бір ағаштың түбінде отырған баланы көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Көрген кісі қызғарлықтай. Жалғыз айыбы тілі жоқ екен" дейді. Майқы би: "Оған мен апарыңдар, мен сөйлесіп көрейін" дейді. Майқы барса, бала оны көргеннен-ақ атып тұрып: "Ассалаумағалейкум, хан біткеннің қазығы, Бұқара жұрттың азығы" деп сәлем береді. "Уағалейкум ассалам балам, әмәнда аман бол. Болайын деп тұрған ел екенсің, ұл екенсің. Жүр маған ер" деп оны аулына ертіп алып келеді. Өкіл бала етіп төбел бие сойып, төменгі елді, жорға бие сойып, жоғарғы елді шақырып той қылады. Той тарқасымен ердің ері, егеудің сынығы деп қасына бел баласы Үйсін бастаған 100 жігіт қосып беріп, жолға аттандырады. Қаратаудан асып, әрі қарай жүре беріңдер. Алдарынан Ұлытау, Кішідау дейтін таулар, Қаракеңгір, Жездікеңгір деген өзен сулар кездеседі. Сол жерлерге барып, ірге теуіп орнаңдар. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен ел жұрт болуды ойлаңдар. Күндердің күнінде осы бала хан болады. Сендер қарашасы боласыңдар" деп Майқы би батасын береді. Майқы бидің батасын алған Ахметті халық Сарыарқаның кіндігі атанған Ұлытауда хан көтереді. Кейін асқан батыл жауынгерлігімен ел арасында Алаша хан атанады. Топтық жұмыс. Бірінші тапсырма: миға шабуыл әдіс тәсілі арқылы жасалынады. Тапсырма: мәтінді оқып немесе тыңдап топпен талдаңыздар. Ахметтің қандай қасиеттері көрінеді мәтіннен, және Майқы бидің батасының мәні неде? Мәтіндегі шешендік құралдар қалай қолданылғанын кестеге жаз. Бағалау критерийі: мәтіннен негізгі ойды анықтайды, шешендік құралдарды табады, батаның маңызын түсінеді. Дескриптор: Ахметтің бір қасиетін көрсетеді, кемінде бір шешендік құралды табады және батаның мәтіндегі рөлін түсіндіреді. Оқушылардың берген жауабын ықтимал жауаппен салыстырамыз. Ахмет батыл, жауапты, халыққа қызмет етуге дайын бала. Майқы бидің батасы елдің бірлігін, Ахметтің хан болуын қамтамасыз етеді. Құралдар: эпитет: ердің ері, қайталау: символизм: ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен деген сөздер кездесетінін салыстырасыздар. Екінші тапсырма: жұптық жұмыс. Әдіс тәсілі: рөлдік ойын. Бір оқушы Майқы би, екінші оқушы Ахмет болады. Батаны талқылап, қазіргі өмірге қалай қолдануға болатынын көрсетеді. Бағалау критерийі: мәтіннің мәнін талдайды, батаның қазіргі өмірге байланысын көрсетеді. Оқушылардың жауабын ықтимал жауаптармен салыстырамыз. Батаның мәні: ел бірлігі, әділдік, батылдық. Қазіргі өмірде жауапкершілік пен көшбасшылыққа үйретеді. Қорытынды: батаның идеясы бүгінгі қоғамда өте маңызды. Сабақтың әр тапсырмасында ұстаз бен оқушылардың арасында кері байланыс болып, қалыптастырушы баға қойылады. Одан соң балалардың сабақтан алған әсерін білу үшін рефлексия смайлық әдісімен жүргізіледі. Одан соң үй тапсырмасы беріледі.
Үй тапсырмасы 21 бет оқулықтан Майғы бидің шешенді сөздерін оқып келу.